Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавров мырза 2024 жылғы Доха форумында Әл Жазираға берген сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Талқылайтын тақырыптар өте көп, бірақ мен Сириядан бастағым келеді. Жуырда болған қайғылы оқиғалар бұл елді саяси өзгертетіндей болып көрінеді. Соңғы 10 күндегі оқиғаларға сіздің көзқарасыңыз қандай? Біздің ұстанымымыз ашық түрде бірнеше рет жарияланды. Террористік топтардың қолданыстағы келісімдерді бұзып, аумақтарды басып алуына жол беруге болмайды. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 2254-ші қарарымен бекітілген. Қарар Сирия Араб Республикасының егемендігін, аумақтық тұтастығын және бірлігін нақты қолдайды. Сириялықтардың өмірін бұзуға тырысатын кез келген террористік әрекеттерді айыптайды және үкімет пен оппозиция арасында, соның ішінде осы қарарда аталған оппозициялық топтар арасында тікелей диалог жүргізуге шақырады. Егер нақты Хаят Тахрир аш-Шам туралы айтатын болсақ, 2018 және 2020 жылдары Астана форматы аясында осы топтың Идлибте билік етуіне жол бермеу туралы жалпы шешімді және оны аймақтан шығару міндеттемелерін нақтылайтын 2 келісім жасалды. Алайда бұл келісімдер орындалмады және қазіргі таңда өте қатты бұзылуда. Бүгін таңертең мен сіздің арнаңыздан жаңалықтарды көрдім. Және оқиғалардың сипатталуы, жұмсарда айтсам, өте ерекше болды. Жүргізуші оппозициялық топтар жаңа қалаларды басып алып жатыр деп айтты. Әл Жазира Хаят Тахрир аш-Шамды оппозициялық топ деп атайды. Бірақ бұл журналистік объективтілікке жатпайды деп ойлаймын. Бірақ ол жерде бірнеше топ бар және Хаят Тахрир аш-Шам Дамаск үкіметіне қарсы әрекет ететін оппозициялық топ екен анық. Бұл олардың істеп жатқан әрекетіне дәл анықтама сияқты көрінеді. Сіз кездесулер өткіздіңіз. Бір секунд. Мен сіздің Әл Жазирада жетекшілік ететін басшыларыңызды қорғап отырғаныңызды түсінемін. Бірақ шынайы журналист Хаят Тахрир аш-Шамды Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесімен және ақш пен террористік ұйым деп танылған топты осы тізімге кірмейтін топтардан еш айырмашылығы жоқ оппозициялық топ деп айтпақшы ма? Соңғы бірнеше апта бойы біз бұл туралы қайта-қайта айтып келеміз. Бірақ рұқсат болса дипломатия тұрғысындағы жағдайларға қайта оралсақ, менің түсінуімше, сіз Дохада Түркия мен Ирандағы әріптестеріңізбен кездестіңіз. Қандай да бір келісімдерге қол жеткізілді ме? Иә, біз Сирия Араб Республикасының аумақтық тұтастығын, егемендігін және бірлігін нық растадық. Біз дұшпандық іс-әрекеттерді дереу тоқтатуға шақырдық. Барлығымыз 2254-ші қарарды толық орындауды қалайтынымызды мәлімдедік және осы мақсатта үкімет пен заңды оппозиция арасында диалог орнатуға шақырдық. Бұл аталған қарарда қарастырылған. Бастысы жаңа нәрсе айту емес. Ең маңыздысы өзіңіз қол қойған келісімдерді орындау. Ең негізгі осы. Бірақ сіз айтып отырған 2254-ші қарар, ол 2015 жылы сыртқы істер министрлері деңгейінде қауіпсіздік кеңесінде қабылданған болатын. Сіз сол кезде Ресей атынан қатысқаныңыз есімде. Бұл құжат жаңа конституция мен еркін әрі әділ сайлауларды қарастырады. Бірақ процесс тығырыққа тіреліп, іс жүзінде тоқтап қалды. Осы қарар қабылданғаннан бері өткен уақыт Палестина мемлекетін құруды уәде еткен қарарлардан бері өткен уақыттан әлдеқайда азырақ. Барлығы салыстырмалы түрде екенін түсінген шығарсыз. Бәрі мінсіз емес. Көне американдық фильмде айтылғандай барлығы салыстырмалы, бірақ бұл тырыспау керек дегенді білдірмейді. Соңғы бірнеше сағаттың ішінде сіз сириялық әріптестеріңізбен немесе басқа да жоғары лауазымды сириялық шенеунікпен сөйлестіңіз бе? Не дейсіз? Олар жағдайға қаншалықты алаңдаулы? Не дегенмен қаншама жерден айырылды? Біз кімнің қаншалықты алаңдаулы екенін анықтаумен айналыспаймыз. Біздің міндетіміз қантөгісті дипломатиялық жолмен тоқтатуға және әділеттілікті қалпына келтіруге көмектесу. Бұл жағдайда әділеттілік
2254 қарарды орындау. Аталған қарардың басқа авторлары, соның ішінде Америка құрама штаттары, бізге осы қарарда сипатталған процесті қолдайтындарын растады. Және біз бұл уәделер мен кепілдіктер жақын арада іске асады деп үміттенеміз. Ресей үшін осындай қысқа уақыт ішінде көптеген аумақтарды жоғалту қаншалықты ауыр соққы болды. Себебі Ресейде оған дейінгі Кеңес одағы да Сирияның әрі одақтастары болды. Бұл қаншалықты маңызды соққы? Сіздер тек дипломатиялық қана емес, әскери жолмен де араласуды жоспарлап отырсыздар ма? Біздің еліміз әрдайым тек Сирияның ғана емес, сонымен бірге Ирактың, Ливияның, Ливанның ірі одақтасы болды. Ал таяу шығыс мәселелері бойынша қабылданған барлық қарарлардың қазіргі әлемнің басты үрдісімен бетпе-бет келуі біздің кінәміз емес. Бұл үрдіс гегемонияны сақтап қалуға ұмтылғандар мен еркін әлемде біріккен ұлттар ұйымы мемлекеттердің егемендік теңдігін құрметтеуді талап ететін жерде өмір сүргісі келетіндердің арасындағы қарама-қайшылық. Бұл қозғалыс БРИКС, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Парсы шығанағындағы Араб мемлекеттері ынтымақтастық кеңесі, АСЕАН және басқа да құрылымдар арқылы жүзеге асуда. Сондықтан бір әлемнің кетуі, екіншісінің пайда болуы қақтығыссыз өтпейді. ақш пен оның одақтастарының Ирактағы, Ливиядағы, Палестинадағы агрессивті әрекеттері, Сирияға басып кіруі сияқты авантюралар тудырған қақтығыстар ескі әдеттің қайталануы. Олар хаос туғызып, содан кейін бұлыңғыр жағдайдан пайда көруге тырысады. Бірақ таяу шығыс пен Еуропа оларға жеткіліксіз болып отыр. Өткен жылы саммитте ақш басшылығындағы НАТО Еуроатлантика қауіпсіздігі Индо-тынық мұхит аймағының қауіпсіздігімен тығыз байланысты екенін мәлімдеді. Енді олар бүкіл Еуразия құрлығына, оның ішінде оңтүстік Қытай теңізіне, Тайвань бұғазына және Корея түбегіне өз ықпалын таратуды көздеуде. Олар НАТОға ұқсас әскери саяси блоктар құруда. Аймақта НАТО инфрақұрылымын ілгерілетуде. Бұл гегемонияның жойылуын болдырмауға әрекет болғанымен, тарих ағысына қарсы күрес. Сондықтан, біз геосаяси эксперименттің тағы бір құрбанына айналған сириялық халыққа қатты жанымыз ашиды. Біз террористерді, соның ішінде Хаят Тахрир аш-Шам сияқты топтарды қазір Идлибтегі деэскалация аймағынан басталған шабуыл арқылы жасалып жатқандай геосаяси мақсаттарға жету үшін пайдалануға жол берілмейтініне толық сенімдіміз. Бірақ білесіз бе, біздің әлемдегі жұмысымыз, бәлкім біздің менталитетіміз басқа шығар. Мен жақсы білетін америкалықтар ең алдымен оларды қалай қабылданатыны туралы ойлайды. Олар үшін бірінші болу маңызды. Олар бірдеңе айтқанда бәрі «Я, мырза» деп жауап беріп, Сэм ағайдың айтқанын істеу керек. Ал біздің жағдайда біз адамдарға қандай әсер қалдыратынымызға бас қатырмаймыз. Біз өзіміз сенетін іспен айналысамыз. Егер 2015 жылдан бері біз Сирия мемлекетін сақтап қалуға көмектесе алсақ, егер біз Иран мен Түркиядағы әріптестерімізбен бірге Астана процесі деп аталатын бастаманы ұйымдастыра алсақ, және сіз атап өткендей, бүгін осында кездесіп отырғанымыз, бұл өз алдына өте маңызды.
Әлемдік дипломатияда ештеңе бір қалыпты жүрмейді. Бірақ бүгінгі оқиғалар біздің осы жылдар бойы жасаған жұмысымызды бұзуға бағытталғаны анық. Біз Ресей Федерациясының немесе менің жеке тұлғамның қалай көрінетініне алаңдап отырған жоқпыз. Біз Сирия халқының тағдырына алаңдаулымыз. Өздерінің үстемдігін сақтап қалу мақсатында ирактықтардың, ливиялықтардың және басқа халықтардың өмірін құртқандардың қолымен бұлардың да тағдыры дәл осындай болғанын қаламаймыз. Дамаскідегі Ресей елшілігі қазір ресейлік азаматтарды Сириядан кетуге шақырып жатыр. Бұл Башар Асадтың биліктен айырылу мүмкіндігін білдіре ме? Егер солай болса, сіз бұл жолы оны құтқару үшін әрекет етесіз бе? Біраз уақыт бұрын батыс елшіліктері Киевтегі азаматтарына елден кетуді ұсынған болатын. Оңтүстік Кореядағы елшіліктер дәл осындай қадамдар жасауда. Бұл дипломаттардың жұмысы. Мен сіздің осы сұхбаттан сенсация жасағыңыз келіп тұрғанын түсінем. Бірақ бұл дипломатиялық жұмыс. Сіздер, журналистер, фактілерге мән беруіңіз керек. Ал мен өзге міндеттеріммен қатар отандастарымның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауаптымын. Келсем, бірақ Сирия аумағының осыншама қысқа уақытта жоғалуының ауқымы сізге сенсация болып көрінбей ме? Асадтың билікті сақтап қалу мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Ресей қандай әскери әрекеттерді жоспарлап отыр? Ресейдің Сирия әскеріне әскери қолдауы Хмеймимде орналасқан авиациялық топ арқылы жүзеге асырылуда. Біз сириялық әскерлерге террористік топтармен күресуде көмек көрсетеміз. Ал болжам жасау біздің жұмысымыз емес. Қазіргі уақытта біз Иран және Түркиямен бірлесіп жалпы үндеу жасадық. Оның егжей-тегжейін мен бұрын айтып өттім. Біздің міндетіміз бұл үндеуіміздің естіліп, нәтиже беру үшін нақты шаралар қабылдау. Ресей Сирия әскеріне көмек көрсетіп жатқаны шындық. Бірақ кей жағдайларда Сирия әскерінің шегініп кетуі сізді алаңдатпай ма? Бұл 2021 жылы Талибанның Ауғанстанды басып алғандағы жағдайына ұқсас емес па? Меніңше, американдықтар Ауғанстанды одан да тезірек тастап кетті. Егер сіз менің кімнің қалай әрекет еткені және бұл сырттай қалай көрінетіні туралы пікірімді білгіңіз келсе, ол сіздің құқығыңыз. Сіз менен сұхбат алып отырсыз, ал мен өз кеңесімді айттым деп ойлаймын. Алайда менде сіз туралы Украина тақырыбын қозғамау үшін барынша тырысып отырған сияқты пікір қалыптасты. Біз Украинаға әлі ораламыз, бірақ алдымен таяу шығыстағы мәселелер туралы сөйлесейік. Мен Хаят Тахрир аш-Шамға қайта оралғым келеді. Сіз бұл топтың Джебхат ан-Нусрадан құрылған, әлі де Біріккен ұлттар ұйымының қара тізімінде екенін айттыңыз. Бірақ олардың жетекшісі Джулани қазір өзін басқа қырынан танытып жатыр. Ол алавиттерге бұл жерде құрметпен қабылданатынын айтып, үндеу жолдауда. Сіз оның сөздерінің шынайылығын тексеру үшін онымен сөйлесу қажет деп ойлайсыз ба? Біріншіден, ол өз пікірін менің түсінуімше CNN арқылы жариялап отыр. Біз америкалықтардан оның террористер тізімінде әлі де бар жоғын сұрап білдік. Олар оның әлі де сол тізімде екенін және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің террористік тізімінде де бар екенін айтты. Сондықтан CNN секілді платформаның оған сөз беріп отырғаны өз алдына көп нәрсені аңғартады. Ал ол берген уәделерге келсек, мен ешқашан ағылшын мақалына күмәнданған емеспін. Шындық іс жүзінде тексеріледі. Бірақ осы секілді басқа бір айқын мысалдар бар. Талибан да бір кездері қара тізімде болды. Олар Аль-Қайдамен байланыста болды. Ал қазір Ресей Ауғанстанда Талибанмен қарым-қатынас орнатып отыр. Уақыт өте кейбір нәрселер өзгереді. Біз Кабулдағы елшілігімізді ешқашан жаппағанбыз. Ол америкалықтар мен олардың коалициясы басып алған кезде де, олардың ұятты түрде елден безген кезінде де сонда болды. Біз елшілігімізді ешқашан қайтармағанбыз. Айтпақшы, Талибан ұйым ретінде Біріккен ұлттар ұйымының террористік тізімінде жоқ. Алайда Талибанның бірнеше жетекшісі жеке тұлғалар ретінде террористер тізіміне енгізілген. Бірақ мен сіздің не айтқыңыз келгенін түсінем. Сіз негізінен өмірдің
қарарлардан, мәлімдемелерден, талаптар мен уәделерден әлдеқайда қызығырақ әрі күрделірек екенін айтып тұрсыз. Не болатынын көрейік. Егер 2254 қарарда аталған оппозиция, яғни өз еліне жаны ашитын, жауапкершілікті сезінетін оппозиция болса, онда олар бұл операцияның жалғасуына жол бермейді. Оларда қазір әскери қақтығыстарға қатысып жатыр. Ал бүгін Иран, Түркия және Ресей жариялаған үндеу Сирия аумағындағы барлық тараптар үшін естілуі керек. Қазір Сириядағы негізгі назар Хомс үшін күресте. Егер Хомс басып алынатын болса, Асадтың бақылауындағы аумақ екіге бөлінеді. Бір жағыңызда 49 жылға берілген ірі әскери теңіз базаңыз, егеменді әскери теңіз базаңыз және Латакиядағы ірі әскери әуе базаңыз болады. Ресей бұған алаңдап отыр ма? Сіздің Тартустегі әскери теңіз базаңызда ресейлік кемелердің тастап кетіп жатқан туралы спутниктік суреттер бар деген сыбыс тарауда. Ал жерорта теңізінде әскери теңіз жаттығулары өтіп жатыр. Мүмкін сіздің спутниктік суреттеріңіз оны басқаша қабылдаған шығар, бірақ тағы да қайталаймын, егер сіз менің, біз Сирияда жеңілдік, біз үмітсіз күйдеміз деп айтуымды қаласаңыз, онда әңгімемізді жалғастырайық. Бірақ менің көзқарасым мынадай. Мен болашақты болжаумен айналыспаймын. Біз террористердің жеңіске жетуіне жол бермеу үшін барымызды салудамыз. Тіпті олар өздерін енді террорист емеспіз деп жариялағанның өзінде. Бұл жағдайдағы Түркияның рөлі қандай? Сіз Дохада Түркияның сыртқы істер министрімен кездестіңіз. Олар жағдайды бақылауда ұстап отыр деп ойлайсыз ба? Әлде тек оқиғалардан хабардар болып отыруды көздей ме? Түркия Сириядағы өте ықпалды ойыншы екенін сіз білесіз деп ойлаймын. Олар Сирия мен шекарасының қауіпсіздігіне алаңдаулы. Біз бұл мәселені Астана форматында және Астана плюс Сирия форматындағы Түркия мен Дамаск арасындағы қарым-қатынастарды қалыпқа келтіру туралы талқылауларда көтердік. Сирияның аумақтық тұтастығы мен бірлігін сақтау үшін, сондай-ақ Түркия аумағына жасалатын террористік шабуылдарға қарсы шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүзеге асырғымыз келетін бірнеше идеялар бар. 1986 жылғы Аден келісімі бұл мәселені шешудің үлгісі бола алады деп есептеймін. Сирия мен Түркия арасындағы қарым-қатынас қалыпқа келуі тиіс екеніне күмәнім жоқ. Және біз бұл үдерісті қолдау үшін бар күшімізді саламыз. Сирия тақырыбын қорытындылай келе, сыртқы істер министрі, сіз үнемі 2254 қарарды атап жатырсыз. Шыныңызды айтыңызшы, егер осы қарардың соңғы кезеңі, яғни еркін және әділ сайлау өткізетін жағдайға жетсек, елді 54 жыл басқарған, елін 500 миллион адамның өмірін жалмаған, соғыстан өткізген Асад әулеті еркін және әділ сайлау арқылы билікке қайта келеді дегенге сенесіз бе? Сіз өзіңіз айтқандай, бұл қарардың соңғы кезеңі. Демек, бұл кезеңге жету үшін оған дейінгі егемендік пен аумақтық тұтастықты құрметтеуді қамтитын барлық шарттарды орындау қажет. Американың шығыс Сирияға басып кіруі және оны басып алуы, күрд сепаратистерін қолдауы, оның ішінде тарихи тұрғыдан араб тайпаларына тиесілі аумақтарда мұнай мен азық-түлік ресурстарын пайдалану, оларды әлемдік нарықта сату және сондағы жартылай мемлекеттерді қаржыландыру. Сіз осы аталғанның барлығы Сирия бойынша еркін және әділ сайлау өткізуге кедергі келтірмейді деп ойлайсыз ба? Енді Газадағы жағдай талқылайық. Өткен жылдың қазан айынан бері 45 мыңнан астам адам қаза тапты. Белгілі болғандай, 10 маусымда қауіпсіздік кеңесінің 14 мүшесі атысты тоқтатуға дауыс берді. Ал Ресей қалыс қалды. Қазір қарулы қақтығыстарды дереу тоқтату қажет. Жарты жылдан астам уақыт өткеннен кейін Ресейдің неліктен бітімгершілік орнатылмағанын түсіндіретін қандай да бір орынды себептері бар ма? Мәселе мынада. Қарар
Біз қолдай алмайтындай етіп жасалды. Біз оған вето қоймадық. Себебі араб серіктестеріміз, соның ішінде палестиналықтар, қандай да бір қадам жасағылары келді. Құжатта Байденнің жоспары туралы айтылған. Ал қауіпсіздік кеңесінің отырысында американдықтар бұл жоспар Нетаньяхудың қолдауына ие деп сендірді. Бізден жоспардың егжей-тегжейін сұрағанда, олар уайымдамаңыз, бізге сеніңіз деді. Осылайша біз қалыс қалдық. Кейіннен нақты ешқандай жоспардың жоқ екені анықталды. Ал израильдіктер ештеңеге міндеттелмеген болып шықты. Шын мәнінде бұл кезекті нақты мазмұны мен жүзеге асыру механизмдері жоқ. Әлемдік күн тәртібіне арналған абстрактылы қағида. Егер қарарды жүзеге аспайтын етіп құрастырса, оның орындалуын қалай күтуге болады? Ондайда қол шапалақтаудың өзі орынсыз. Израиль Хамастың көптеген командирлерін жойды. Сіз Израильдің әскери кампаниясын жалғастыруға негізделген себептері бар деп санайсыз ба? Әлде бұл палестиналықтарды әдейі жою ма? Біз 7 қазандағы террористік шабуылды бір жақты айыптадық. Сонымен қатар Израильдің ұжымдық жаза түріндегі әрекеттері болып табылатын жауапты әрекеттерін де қатты сынға аламыз. Мен бұл мәселені кейбір израильдік әріптестеріммен талқылағанмын. Бәлкім бұл жария болғанда шығар. Қорғаныс министрі не үкіметтің басқа өкілі неге бейбіт тұрғындарға зиян келтірмеу шараларын қабылдамайсыздар деген сұраққа Газа секторында бейбіт тұрғындар жоқ. 3 жастан бастап барлығы террорист деп жауап берген. Мұндай философия мүлдем дұрыс емес. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриш террорлық шабуылды айыптап, оның еш себепсіз пайда болмағанын айтқан кезде, Израиль агрессивті түрде жауап берді. Бұрынғы елші оның отставкаға кетуін талап етті. Ал Гутерриш іс жүзінде нон грата тұлғасы деп жарияланды. Бұл ақылға қонымсыз жағдай. Мен израильдіктердің өздерінің ұзақ мерзімді мүдделеріне қарсы әрекет жасап жатқанына сенімдімін. Палестиналықтар 3 жасқа толғаннан бастап террористке айналады деген түсінік әрине бейнелі түрде айтылған. Палестиналықтар ұрпақтар бойы, шамамен 80 жыл бойы оккупация мен блокада жағдайында өмір сүріп келеді. Әрине, ата-аналар мен мұғалімдер балаларға Палестин халқының тарихын, әсіресе 1948 жылы не болғанын айтып береді. Сондықтан палестиналық мемлекет құрылмайынша, бұл аймақта экстремизм тек күшейе бермек. Бұған еш күмән жоқ. Хамастың барлық мүшелерін жоямыз деген уәде қақтығысты шешудің байыпты стратегиясы емес. Украинаға көшейік. Кейбіреулері соғыс аяқталуға жақын кезеңге келді деп мәлімдейді. Әрине, ұсыныстар өте көптеп түсуде. Президент Зеленскийдің соңғы ұсынысын айта кетсем бола ма? Ол өзгерген сияқты, енді ол қақтығысты тоқтатып, бұрынғы аумақтарын сақтай отырып, қауіпсіздік кепілдігімен шешім қабылдауға дайын екенін меңзегендей. Бұл кепілдік жағдайы Шығыс пен Батыс Германия үлгісіне ұқсас. Мұнда Батыс Украина НАТОның қорғауында болады. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Бұл Ресей үшін қаншалықты қолайлы? Біраз уақыт бұрын мен Зеленскийдің айтқандарын бақылап отыруды доғардым. Ол өз ұстанымын бір түн ішінде адан яға өзгерте алады. Бұл оның сол сәттегі көңіл күйіне байланысты. Бірақ мәселе корейлік, немістік немесе кез келген басқа нұсқада емес.
Ол қандай нұсқа болмасын, оны тек украиндық шарттарға негіздеу керек деп санайды. Жақсы, онда ол картасында өз орнын және қиялын қай жерге орналастыра алатынын көрсетсін. Көптеген бастамалар ұсынылды. Соның ішінде Зеленскийдің атышулы әрі ақылға сыйымсыз бейбіт формуласы да бар. Онда Ресей 1991 жылғы шекараларға қарай әскерін шегеруі керек делінген. Президент Путин мен айтпақшы, мен де халықаралық сотқа жіберілуіміз керек. Ресей өтемақы төлеуі тиіс. Сонымен қатар Ресей Украина шекарасына жақын қару-жарағының санын азайтуы керек. Және тағы басқа. Бірақ жоспарлардың бәрі әрдайым қисынсыз адамдардан шықпайды. Керісінше, көмектескісі келетін және игі ниетпен әрекет ететіндерден де ұсыныстар бар. Мысалы, Қытай мен Бразилия өткен жылдың қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының алдында талқылаған жоспарларын ұсынды. Оңтүстік африкалықтар өз идеяларын ұсынды. Араб мемлекеттері лигасының өкілдері бірнеше рет Мәскеуге сапар жасады. Украина үшін құрылған байланыс тобының мүшелері де бастамалар көтерді. Бұл бастамалардың барлығы сөзсіз игі ниеттен туындағанына күмәніміз жоқ. Біз бұған дау айтпаймыз. Алайда, олардың ешқайсысы Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің 2023 жылдың ақпан айында ұсынған жаһандық қауіпсіздік бастамасында айтылған бір маңызды мәселеге тоқталмайды. Ол Украинаға қатысты емес. Бұл кез келген жанжалдарды шешуде қолданылатын қағидаттарға арналған жалпы бастама. Сол қағидаттардың бірі жанжалдың негізгі себептерін анықтап, жою қажеттігін айтады. Бұл кез келген жағдайдың шешімі үшін маңызды. Мейлі ол Палестина мемлекетін құрудың болмауы мен таяу шығыстағы жағдай немесе Украина мәселесі болсын. Бірақ Украин дағдарысының түпкі себептері ешбір бастамада аталмайды. Жақында Ресейде аккредиттелген елшілермен кездесулер өткіздім, және бұл тақырыпты журналистермен, саясаттанушылармен үнемі талқылап отырам. Мені кейбір маңызды жағдайлардың тиісті назардан тыс қалып жатқан таңғалдырады. Бұл 2014 жылдың ақпанынан басталған оқиғалардың түпкі себептері туралы. Сол кезде Украина Еуропалық одаққа жүгініп, Еуроодақпен қауымдастық келісімінің өз экономикалық қатынастарға әсерін талдау үшін қосымша уақыт сұрады. Украиналық тарап Еуроодақпен де, Ресеймен де тарифтерсіз сауда қарым-қатынасы аясында экономикалық тәуекелдерді мұқият есептегісі келді. Бізде Еуропалық одақпен әртүрлі салаларда бірнеше қорғаныс экономикалық шаралары болды. Біз украиналықтарды нарық толығымен ашылған жағдайда біз шекарамызды жабуға мәжбүр боламыз деп алдын ала ескерттік. Өйткені бәсекеге қабілетті еуропалық өнімдер бізді толығымен жаулап алады. Сондықтан Украина қосымша кеңесулер мен ойлануға уақыт сұрады. Бұдан бөлек, біз барлық нюанстарды егжей-тегжейлі талқылау үшін үш жақты келіссөздер өткізуді ұсындық. Алайда, сол кездегі Еуропалық комиссия төрағасы Жозе Мануэл Барроза өте менсінбеушілікпен жауап беріп, бұл сіздердің шаруаларыңыз емес, біз мысалы Канадамен қарым-қатынасымызды сіздермен талқыламаймыз ғой деді. Солайша консультацияларды кейінге қалдыру туралы өтініш 2014 жылдың ақпанда аяқталған майдандағы наразылықтарды ұйымдастыруға сылтау ретінде қолданылды. Қазіргі жағдайға қайта оралсам бола ма, Лавров мырза? Өйткені біздің уақытымыз шектеулі. Мен сіздің мәдениетсіздеу ұстанымыңызды түсіндім. Жоқ, мүлде олай емес. Сізге ұнамайтын түпкі себептерді елегіңіз келмейді. Мұны жақсы түсіндірдіңіз.
Егер уақытыңыз таусылып жатса, демек менің айтқаным дұрыс. Сіз мені Сирия тақырыбына батырып жібергіңіз келді. Меніңше бұл өте маңызды мәселелер. Мен бұл мәселеге байсалды қарадым. Қысқаша айтқанда, президент пен үкімет арасындағы қарсыласу Германия, Франция және Польшаның ара ағайындығымен шешілді. Олар үкімет пен оппозиция арасындағы келісімді кепілдендірді. Бірақ келесі күні таңертең олар барлық әкімшілік ғимараттарды басып алды. Ал алдыңғы кеште қол қойылған келісімде ұлттық бірлік үкіметін құрып, мерзімінен бұрын сайлау өткіземіз деп жазылған еді. Ғимараттарды басып алғаннан кейін олар біз жеңімпаздар үкіметін құрдық, құттықтаңыздар деді. Ұлттық бірлік үкіметі емес, жеңімпаздар үкіметі. Олардың алғашқы мәлімдемесі орыс тілінің мәртебесін жоямыз болды. Олар Қырым парламентін басып алуға қарулы топтар жіберді. Осылай бәрі басталды. Бірақ осының бәрі қазір жойылды. Бізді тек Қырымды аннексиялады деп айыптайды. Ешкім Қырым халқының референдум өткізгеніне назар аудармайды. ақш аумақтық тұтастықты қолдайтынын айтады. Бірнеше жыл бұрын олар Косовоны бір жақты түрде референдумсыз тәуелсіз деп жариялады да, бұл Біріккен ұлттар ұйымы жарғысына сәйкес келеді деді. Өйткені бұл халықтардың өзін өзі анықтау құқығы. Өзін өзі анықтау қағидаты Біріккен ұлттар ұйымы жарғысына сәйкес деколонизацияның негізі болды. Бұл отарлық билеушілердің халық мүддесін білдірмейтінін түсінген халықтарды ояту үдеріс еді. Сол сияқты Зеленский арнайы операция басталар алдында сұхбаттарында адамдарды адам емес, немесе жартылай адам деп атаған. Украинада тұрып, өзін орыс мәдениетімен байланысты деп санайтындар Ресейге кетуі керек деп ашық айтқан адамдар Зеленский мен оның режимін заңды билеуші деп санамайды. Соңғы мәселе адам құқықтары. Бұл жерде сіз менің сөзімді бөле алмайсыз, өйткені бұл адам құқықтарына қатысты мәселе. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының 1 бабында адамдардың құқықтары нәсіліне, жынысына, тіліне немесе дініне қарамастан құрметтелуі керек деп жазылған. Ал Украинада 2017 жылдан бастап арнайы операция басталғанға дейінгі 5 жыл ішінде біртіндеп орыс тілін барлық білім беру деңгейлерінде жоюға бағытталған заңдар қабылданды. Бақта орыс тілді телеарналарды жапты. Орыс тілінде хабар тарататын украиналық телеарналарды да жапты. Олар кітапханаларды басып алып, кітаптарды орыс тілінде болған үшін қоқысқа тастады. Мұны кезінде Гитлер жасаған еді. Ал жақында олар Украинаның канондық православ шіркеуіне тыйым салатын заң қабылдады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының 1 бабын бұзады. Онда тілдік немесе діни кемсітушілікке тыйым салынғаны нақты көрсетілген. Біздің батыстағы бауырларымыз бен әпкелеріміз адам құқықтарын әрқашан 1 орынға қоямыз деп айтатындар Украинада адам құқықтарын ешқашан елемеген. Олар расистік режимді өз қолдарымен билікке әкелді. Бұл түпкі себептері. Және мен шын ниетпен шешім іздейтіндер мен жаңа бастамаларды әзірлейтіндер осы мәселеге назар аударады деп үміттенемін. Бұған әрине НАТО мәселесі де кіреді. Себебі НАТО Украинада база құрып, Азов және Қара теңіздерде әскери теңіз базаларын салуды жоспарлаған. Олары Қырымды нысанаға алды, ал бұл әрекеттер тоқтатылған кезде реакция шын мәнінде истерияға ұласты. Сыртқы істер министрі мырза, менің соңғы сұрағым, біз ақш-тың атакемс зымырандарын қолданғанын көріп отырмыз. Ресей енді жаңа гипердыбыстық зымырандарын пайдаланып жатыр. Ядролық қару туралы да көп әңгіме айтылуда. Сіздің пікіріңізше бұл кезең қаншалықты қауіпті? Сіз ұзақ жылдар бойы әлемдік дипломатияның жоғарғы деңгейінде қызмет еттіңіз. Сондай-ақ Трамп әкімшілігінің билікке келуі жағдайды өзгерте алады деп үміттенесіз бе? Мен Трамп әкімшілігінің ақыр соңында қандай саясат қалыптастыратыны туралы жорамал жасай алмаймын.
көптеген сыбыстар, алдын ала айтылған мәлімдемелер бар. Қауіпке келер болсақ, бұл кезең шынымен де өте қауіпті. Сіз Байден әкімшілігінен біреуден сұхбат ала аласыз деп үміттенемін. Олар не істесе де еуропалықтарды Ресейдің қызыл сызықтарына сенбеуге шақырып, оларды барған сайын алға итермелеуде. Атакеместі дәлел ретінде пайдалана отырып, француздар мен британдықтарды скальп және Storm Shadow зымырандарын белсендірек қолдануға көндіруде. Менің түсінуімше, олар немістерге де Таурус зымырандары бойынша қысым көрсетіп жатыр. Бірде ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесінің стратегиялық коммуникациялар бойынша үйлестірушісі Джон Кирбиден ақш ықтимал эскалациядан қауіптене ме деп сұрағанда, ол қауіптенем, себебі ядролық қару қолданылған жағдайда зардап шегетін Еуропа деп жауап берді. Оның ойында тіпті ақш зардап шегуі мүмкін деген ой жоқ. Осындай көзқараспен қазіргі әкімшіліктің еуропалықтарды құздың шетіне итермелеуі өте жауапсыз әрекет. Мен ақыл ойдың жеңетініне үміттенемін. ақшта ақылды адамдар бар. Және біз шешімді солар қабылдайды деп үміттенеміз. Отпен ойнап жүргендер емес. Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавров мырза, Аль Жазираға берген сұхбатыңыз үшін алғыс айтамын. Көп рахмет сізге.